Баршаңызға ассалаумалейкум. Сіздермен бірге тәтті тізім каналы. Бүгін нағыз қазақтың десерті джем в шоколаде жасайтын боламыз. Шоколадқа малынған джем шайға таптырмас десерттің бірі десе де болады. Джем в шоколаде десертінің рецебімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттарды дайындап алатын боламыз. Бізге ең алдымен 400 грамм талқан керек, және де 100 грамм сармай, 100 грамм сгущенка, және де 1 чайная ложка сахарный пудра салатын боламыз. Және де жентімізді әсемдеу үшін бізге ерітілген шоколад пен ұсатылған жаңғақ керек болады. Ең алдымен таза ыдысымызға талқанымызды салып алатын боламыз. Оның үстіне сахарный пудра мен ерген сармайымызды саламыз. Және де үстіне сгущенный молокомызды салып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Достар, барлығы біркелкі болғаннан кейін шетінен дәл осындай шариктер жасайтын боламыз. Осы шариктерді енді жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Ал енді достар, джеміміздің формасы дайын болғанша біздер оны әсемдейтін шоколадымызды дайындайтын боламыз. Достар, егер де сіздердің шоколадтарыңыз қою болып жатса, оның үстіне азырақ сүт қоссаңыздар болады, және де үстіне сармай салсаңыздар да болады. Енді барлығын араластырамыз. Достар, енді дайын болған джемімізді холодильниктен алып, осылайша видеодағыдай шоколадқа батырып сәндейтін боламыз. Және де үстіне ұсатылған жаңғағымызды сеуіп әсемдейтін боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Міндетті түрде осы видеоға лайк басып, комментарий бөлігінде өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Және де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, подписаться батырмасын басып, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Сонымен қатар достарыңызға да жіберуді ұмытпаңыздар.